Белсенді, талантты, өмірге құштар жандар. Облыс орталығында ерекше ұл-қыздардың арасында Қызылжар фест жарысы ұйымдастырылды. Сайыс басталмас бұрын дәстүрлі түрде әнұран шырқалды. Додаға балалар инновациялық дамыту орталығының ұл-қыздары мен нөмір 2-ші түзету мектеп-интернатының оқушылары қатысуда. Максим Янчевский спорт десе ішер асын жерге қоятын жандардың бірі. Ол 60 метр қашықтықты бағындырып, 2-ші орын иеленді. Буду дальше заниматься спортом. Бұл аралықты мен 20 секундта бағындырдым. Әрі қарайда спортпен шұғылданам. Осылай жүлделі орындарға ие болғым келеді. Белтемірге тартылып жүгірген ұнайды. Бұл жарысқа біраз дайындалдым. Көрсеткен нәтижем жаман емес. Балалар 60 пен 200 метр қашықтыққа жүгіріп жатса, ал бергі жақта ауыр допты лақтырудан жарыс өтуде. Жүгіруден ұл-қыздар қарсылас шақ келтірмейді. Мұндай шара өңірімізде алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Данное мероприятие проводится впервые в нашей области. Спорттық шара балалардың көңілінен шығып жатыр деген ойдамын. Бәрінің езуінде күлкі. Болашақта басқа өңірдегі мүмкіндігі шектеулі балалардың арасында да жарыс өткіземіз. Мұндай доданы тұрақты түрде ұйымдастырамыз. Келесі шара қыста және көктемде жүзуден өтеді. Шара соңында барлық балаға арнайы сыйлықтар мен медальдар табыс етілді. Гүлден Сембаева, Шерния Зиманов, МТРК.